Всем привет! Қазір сметанадан торт жасаймын. Сметана, ұн, осылайынан қойып сүрмесем, не мен көрмеймін, не басқасы көрінбейді. Мен қазір чисто нагло жасайтын боламын. Бірақ видеоның астында қандай видеодан алғанымды, рецептін полностью жазып кетем. Граммовкаларын барлығын жазып кетем. Бірақ менде мында граммовкасыз чисто нагло салып жатыр барлық нәрсені. Сметана. Мынау менде 20%, а мынау 15%. Білмеймін, қаншасы жетеді, жетпесе жетпейді. Менде весы жоқ, что бөлшейтін. Неужели я смогла? Менде оқтау жоқ, поэтому оқтау. Сухой сковородка, мен шашым жүр. Сухой сковородкаға просто газға қоямыз, қатты отқа емес, средний отқа. Получилось? Почти. Қазір крем жасаймыз. Так, все. Ровно 8 корочка болды. Тура видеодағыдай. И крем. Бірінші формасын қиып алу керек, және кесіп алу керек. Осы тарелканың диаметрінде кесіп аламын. Метр 10, оказывается. Сіздер мен секілді қателік жасамай, үлкен сметана, либо 2 кішкентай сметана алыңыздар. Менде бір маленький болды, сол жетпей қалды. И кремге 30% сметана алу керек. Менде о жерде 20% болды. Тортты холодильникке жарты сағатқа, либо на ночь қойсаңыздар, өте дәмді болады. Аспасын